Шынында да енді тест жұмыстарын тексеруге тек қана 5 минут уақытты арнауға болады. Менің арнама тіркеліп, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар. Іздеу жолағына ZipGrid деп жазасыздар. Сіздерге осындай парақша ашылады. Ағылшын тілінен орысшаға аударып аламыз. Электронды пошталарыңызды енгізу арқылы тіркелесіздер. Бұл жерден бізге қажетті листы ответы бөлігі. Мына жерде бірнеше жауап парақтары берілген, 100 бетке арналған, тағы да басқалар, 20 сұрақтық, 50 сұрақтық деген секілді. Енді немесе өзімізге қажеттісін таңдауымызға болады. Ол үшін мына кездегі бірнеше қадамнан өтесіздер. Новый лист ответа дегенді басамыз, және де біз бұл жерде ең бірінші өзіміздің пәніміздің атын жазамыз. Мен қазақ тілі мен әдебиеті деп жаздым. Келесі қадамға өтеміз. Келесі қадамда біз негізгі ақпараттарды, оқушының аты жөні, одан кейін тесттің түрі, мен оқылым немесе тыңдалым дегенді таңдауым мүмкін. Сіздер өз пәндеріңізге байланысты қоясыздар. Одан кейін төменгі жағына сыныбын жазамыз. Төменгі жағында тағы да 3 қосымша бар, другой деген, яғни бұл жерге сіздер тақырыпты жазуыңыз мүмкін, бөлімдің атауын жазуыңыз мүмкін, бірақ мен 3 маңызды ақпаратты қалдырдым. Келесі кезектегі бұл галочкалар бізге қажет емес, осы екі жердегі 2 галочканы алып тастаймыз. Келесі қадамға өтеміз. Бұл жерде біз сіздермен біздің жауап кілтіміз неше сұрақтан тұратынын таңдаймыз. Осы бірінші критерийді аласыздар, және де қанша сұрақтан тұратынын таңдаймыз. Мен мысалы 10 сұрақтан тұратын тест әзірлеуі мүмкін, немесе 15 сұрақтан, немесе тіпті 5-ақ сұрақ болуы мүмкін. Оны өздеріңіз осы жерден таңдайсыздар. Және де жауап нұсқалары A, B, C, D, E, немесе ABCD, немесе ABC ғып қалдыра аласыздар. Добавить вопросы тетігін басамыз. Мінекей бізде осындай жұмыс парағы дайын болды. Енді оқушыларға осындай үлгідегі жауап парақтарын ұсына аламыз. Яғни бұны сіздер публиковайтты басасыздар, сонда ол сіздердің өздеріңіздің жеке кабинеттеріңізде болады. Енді осы жерден біз сіздермен жауап парақтарын шығарып алуымыз керек. Мына жерде көріп тұрсыздар, бір бетте бір страница болуы мүмкін, немесе бір бетте 2 жауап парағы орналасуы мүмкін, немесе бір бетте 4 жауап парағы орналасуы мүмкін. Мен осы бір бетте 4 жауап парағы орналасқанды таңдаймын. Осылайша біз қағазды үнемдей аламыз. Одан кейін осыны біз басып шығарамыз. Мінекей жүктеп алдық PDF форматта, және басып шығарамыз. Келесі қадам ZipGrid қосымшасын Play Market немесе App Store арқылы өзіміздің ұялы телефонымызға орнатып аламыз. Ұялы телефондарыңызға орнатқаннан кейін осылай ашылады. QZ жауаптар, класс, сынып, студент және оқушыларыңыз. Одан кейін біз сіздермен мынандай мінекей edit-ке, яғни дұрыс жауапты енгізу, оқушы жұмысын сканерлеу, одан кейін сканерленген жұмыстар және мониторингті бұл ұялы телефон арқылы көре аламыз. Енді дұрыс жауапты енгізу үшін New'ді басамыз, және де осындай бет ашылады. Q2 деп тұр. Енді бұл жерге біз оқылым, яғни мен өзімнің пәніме қатысты дағдыларды жазам, енді өздеріңіздің пәндеріңізге қарай қоясыздар. Одан кейін бағана біз сіздермен компьютерде әзірлеген мынау жауап парақтарының кілті шығады. Мінекей осындай болып 10 сұрақтан тұратын 4 нұсқалы жауапты осы бетті ашамыз. Және де осы ұяшықтарға біз дұрыс жауаптарды енгізіп шығамыз. Осылай мінекей біздің жауап кілттеріміз дайын болды. Енді бізде мынандай жауап парағы бар. Оқушылар осыны белгілеп шықты делік. Енді оны ұялы телефонмен қалай сканерлейміз? ZipGridті ашамыз. Қазақ тілі мен әдебиетін таңдаймыз, Scan Paper'ді басамыз, және де оқушылардың жұмыстарына камераны алып келеміз.
мына 4 жағы бірдей жасыл болуы қажет, сонда ол дұрыс қанағанеді. Осылай оқушының аты жөні және де жинаған ұпайы бірден көрініп, сіздің жұмыс бетіңізге немесе жұмыс бөліміңізге ол сақтала беретін болады. Енді осы жерде келесі мынаны басқан кезде бұл жерде біз сканерленген жұмыстарды көре аламыз. Яғни мына жерде әр оқушының жинаған балы. Одан кейінгі мониторинг бөлімінде біз сұрақтардың мониторингіне анализ жасай аламыз. Яғни қай сұрақтар қиын болды, қай сұрақтар оңай болды. Одан кейін сол сұрақтардың оңай, қиын болуы мүмкін. Сіз дұрыс құрастырмадыңыз ба, әлде оқушылар бұл ақпаратты меңгермеді ме деген секілді нақты анализді көресіз. Видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Рахмет.